Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Бүгін бізде тема ойламай сөйлеп кетеміз. Bizim Ноғай тіліміз бек бай ярасық. Халқымыздың ислам дінімен байланысты сөздері, терең мәнелі тақпақлары, ойландырған жұмақлары, жүректі көтерген бәтір ерлары, балалықты ескерткен бесік ерлары, сарынлары, шыңлары, сахарлы ертегілері, тыңлап тойып болмас дистанлары тілді аңлаған әдемнің көңілін көтереділер. Ноғай тілде судыратып сөйлеген яшыкөнлерді тыңласаң, заманның қайтып кеткенді білмей қаласың. Өкінішке, bizim тілімізде дін бойынша аңламай кетіп дұрыс сөйлемейдіған сөздеріміз көп расадылар. Мысалға, естетаған бір нешеулерін келтірейін. Ашулансақ, тас болып кетші мұнан, яханнемге кетші, астауфируллах. Ит аяғыңды жегір, кет мұнан, яда біз тез-тез естеміз, ләй-лә деген сөзді. Оны көбісі білмей айтадылар. Сосындай ойламай сөйлеп кететаған, ем соныман басымызға үлкен күнә алатаған сөздер ақында хабарласпаға мен бүгін шақырамын bizim Арухан Хаджия Дадиковады. Оның әрі өтіп, аңлатып айтаяғына еш шекіленмеймін. Арухан Хаджия, сосы тема бойынша өзіңіздің ойыңызды толықша айтсаңыз екен. Ассаламу алейкум рахматулла, Сәлімет Ахматовна, сіз дұрыс айтасыз. Ойлап қарасақ, қалай қорқынышты сөздер. Не зат айтқанымызды ойламай сөйлейміз. Мысалы, бір затқа яба білмесек, бұлай айтамыз. Черт его знает. Шайтанлар сөзді естісе, со адамның янына сүйініп еналадылар. Бізді ескери атыр бұл адам деп. Соны үшін черт знает деген сөзді ұмытып, бір Алла біледі, Аллаху алим деп айтайық, иншалла. Біз ашулансақ айтамыз, иди к черту, черт с тобой, аузу билля. Черт с тобой деп айтпай, Бог с тобой деп айтайық, иншалла. Ашулансақ, ешек, доңғыз, ит деп айтамыз. Бір алим айтқан, егер біреу-біреуге еу ешек, еу доңғыз, ит деп айтса, ақыр заманда оға айтаяқ, сен оны доңғыз етіп яратылғанын көрдің ме деп. Олай сөздерді Алла Таалам сүймейді. Бір танысым айтады, мен кедеме ешек сен деп ақырған едім, ол маға тіледі, мама, не деп сүйсең айт, ешек деп айтпашы деп. Біріншілей олай сөздер өтірік, екіншілей оскорбление. Пророк саллаллаху алейхи вассалам айтқан, әдем білмей бір сөз айтпаға болады, бір яманлық та көрмей со сөзде. А именно со сөз үшін 70 жылға отқа йығылады деген. Ондай ойламай айтаған затларымыз көп bizim, астағфирулла. Яназда еналғанда бұлай сөздер естпеге боламыз. Неге әру адамлар ястай өледілер, яманлар яшайдылар. Алла Таалаға да әруі керек, оша геннетке түсер. Ятқан ерінде өлді, қалай тыныш өлім. Біз бір затта білмейміз, ол әдем геннетке барама, яды тыныш өлген ме. О затты бір Алла Таалам аза ва жалла біледі. Олай сөздер айтпаға ярамайды. Алла Таалам бізді яратқан, ем өзі әкетеді әрбір әдемнің заманы келгенде. А bizim борышымыз өлгенлерге дуа етіп, Алла Тааладан тілемеге өлгенлердің күнәсін кешсін деп. Тағы да, клянусь мамай, клянусь детьми, клянусь хлебом. Сондай басқа сөздер естеміз. Олай клятвада ярамайды. Айлақта біреуге bizim клятва керек болса, айтпаға боламыз. Клянусь Аллахом деп. И то ондай сөздермен разбрасываться нельзя, только в крайнем случае. Исламда заманды, авады, ямғырды, яманламаға ярамайды. Бүгін қалай яман ісі күн, бұ ямғыр бездірді тоқтамай явып, қалай яман елеседі бір юмадан бері тоқтамай. Олай сөздер айтып біз күнә аламыз Алла Тааладың алдында.
ел болса да, ісі болса да, ямғыр яуса да, ол қадір Аллаха азза ва джалла. Біз ноғайлар сүйеміз, бір-бірімізге бұлай тілек тілемеге. 100 yaşап, 100 yıl yaşa. Вечно yaşап, вечно yaşa. Өлме, yaşa деп айтпаға боламыз. Вечность деген ол бір Аллах азза ва джаллаға принадлежит. Тағы да біз сүйеміз, егер, если бы деген сөзді айтпаға. Мысалы, егер үйден кеш шыққан болса, олай зат болмаяқ еді. Егер ол онда бармаған болса, ол өлмейек еді. Если бы деген сөз, егер деген. Ол сөз шайтанның есігін ашады. Тағы да біз иншалла деген сөзді білу керек, біз қайерде айту керек екен. Мысалы, Алла Таалам кешшін күнәмізді иншалла. Алла Таалам саға яқшылық берсін иншалла деп айтпа боламыз. Bir yerde biz dua aytamız şerle. İnşallah da aytmayımız. Allah Taala kabul etsin dep amin degen söz aytu gerek biz. Allah Taala keşişin günahımızda. Amin ya Allah. Allah Taala bersin sağa yaxşılık. Amin ya Allah. İnşallah degen sözді biz aytamız мысалы. Men tağla ketemin inşallah. Aytarman inşallah. Kelermen inşallah. Dua etermiz inşallah sonda yerlerde. Biz bir sözlerге мәне бермей сөйлейміз бір сөздерге. Мысалы, он меня бесит, ты меня бесишь, бесится жиру. Неге айтпаға ярамайды олай сөздер? Неге десе ондай сөздер шайтанды ескеру. Шайтанды ескермеге ярамайды. Бес деген орыс тілде демон деген сөздің аналогы. Шайтан деген. Екіншілей біз оларды ескерсек, олар сол yerге сразу еналадылар. Bizim айтатаған сөзіміз бізге бек күшлі влияние береді. Сәлмет Ахматовна, пророк саллаллаху алейхи вассалам айтқан, сіз қараңыз, сіздің досыңыз, yolдасыңыз кім екенін. Әдемге янындағы yolдасының халы тез жұғады. Хал деген, ол исламда состояние деген сөз. Ноғайлар айтатшы, кімнің арбасына мінсең, соның ерін ерла деп. Bir gün qırdan oynap kelgen kişkey onuğum, oy beda деп айтып естім. Қайдан естің олай сөзді деп сұрағанда, қырда бір орыс қыз айтады солай деді. Ярамайды олай айтпаға деп айттық. Барша тақпақ, сенің досың кім екенін айт, мен айтармын, неткен сен әдем екенің. Біз білмей, діннен шығаратаған тақпақларды айтпаға боламыз. Мысалы, чем черт не шутит? Шушы тақпақтың ызы бұлай. Чем черт не шутит, когда Бог спит? Астағфирулла. Алла Таала азза ва джалла айтқан Құранда мәнесі бұлай о сөзлердің. Әдемнің әрбір сөзін оның янындағы мәлеге yazып тұрады деген. Біз білмей айтсақ та мәнесін аңламай, ондай сөздер әдемді куфрға әкелмеге болады. Астағфирулла. Куфр деген неверие. Тағы да ноғай қатынлардың арасында для связки слов бұлай сөздер бар. Ләйла деп айтаған. О сөздің переводы нет Бога, Алла Таалам жоқ деген сөз. Астағфирулла. Пол ля иляха иллаллах деген сөздің қысқаша ләйла болатша. Соның үшін айтпаға ярамайды ондай сөздер. Біз білмей айтып діннен шықпаға боламыз. Астағфирулла. Әлімдер айтатша, күнде де соның үшін шахадат айтыңыз деп. Шахадат айту керек. Чтобы обновить иман. Ашхаду ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Сәлмет Ахматовна, мұтпаға шалсайық бұлай айтаған яман сөзлерімізді. Мысалы, ясамағыр, ясы қысқа болғыр, қанымды іштің, қанымды қайнаттың, мені шайтал еттің, менің елкемді олтырлар, мені өлтірді, мазғады шіретті, көзім көрмесін, құлағым естпесін. Олай сөздер айтсақ, күшім жоқ десек, күшіміз болмас. Басты ауырттың десек, басымыз ауырыр. Выход жоқ десек, выход болмас. Хуже некуда деп айтсақ, хуже некуда болар.
вечная проблема десек, вечный проблема болар. Ақша жоқ десек, ақша болмас. Не затты yorасақ, со зат болады. Не затты тілесек, со затты аламыз. Мен дүкеншілерге айтып қойыптым. Сіз бірді айтпаңыз сату жоқ деп. 100 мәнетке сатсаңыз да, шүкір Аллаға деп айтыңыз. 30 мыңға сатсаңыз да, шүкір Аллаға деп айтыңыз деп. Бір притча бар. Бірді айтпайық, яман яшаймыз деп. Алла Тағала bizim сөзімізді естіп айтады. Сен білмейсің, яман яшау қалай екенін, бүтін де қиын етер яшауымызды. Айтыңыз, шүкір Аллаға, бар затты әру деп. Алла Тағала айтар, сен білмейсің, әру яшау қалай екенін, тағы да яшауды әру етер. Не шақлы бізге, әлі қиын болса да, қиынлықтың тынышы бар, иншалла. Алла Тағала айтадыша Құранда, мәнесі болай. Мен сізге көмек, сіз қарамаған білмеген жақтан берермін деген. Сабырдың түбі сары алтын деген ноғайлар. Бір Аллаға аманат етейік, әру тілек тілейік, иншалла. Бір заттары олар. Менің мамам айтатаған еді, ятқан ері ярық болсын, я Алла. Алла Тағалам еннеттің есігін ашсын оға, я Алла, yorаған жолда қалмас деп. Маға бір қыз айтады, Алла Тағалам разы болсын еткен яқшылығыңызға. Алла Тағалам саға 2 олай артық етіп қайтарсын деп тіледі. Мен айттым оға, асаға Алла Тағалам миллион миллиард етіп қайтарсын деп яқшылық. Мамам айтқанлай, Алла Тағаладың қазынасы үйкөн деп, yorаған жолда қалмас. Бір еркек жүріп бары ятырып ойлайды. Ақша жоқ, қатын ұрсыз қап, начальник яман, балалар тыңлаусыз, құллық, ауыр, саулық жоқ. Оның мәлегі язады. Бұ әдем әр күн сайын созатты yorайды, созатты тілейді. Әшін етейім, өзіне не зат yorайды, соны язайым дейді. Бізде қалай ойымыз, солай bizim яшауымыз. Яқшы затты ойласақ, яқшы зат болар, иншалла. Әру сөздер айтсақ, әру заттар болар, иншалла. Янымызда мәлиек амин деп тұрады bizim айтқан сөздерге. Сәлімет Ахматовна, сіздің еткен құллығыңызды Алла Тағалам қабыл етсін. Алла Тағалам савапқа yazsın, я Алла. Алла Тағалам өз көмегін берсін бізге ойымызды, тілімізді яман сөзден, яман ойдан сақламаға. Амин, я Алла. Ассаламу алейкум рахматулла. Амин, я Алла. Арухан Хаджия қалай әру өтіп аңламлы кепте бүгін bizim радио тыңлаушыларға айттың өзің ойларыңды. Мен ойлаймын, бізді тыңлап естіп тұрған әдемлер бәрді саға үлкен разылығын білдіреді деп бүгінлерде. Алла разы болсын еткен ісіңе, дін жолында аңламаған затынды мен дайымда сенен үлкен болсам да, дайымды сенен сораймын. Сау бол, со ететаған яқшылығыңа, мен де нешелерге, неше бұсырман қысқа аяқларға, сенің сорағанларға жауабыңды беріп, қол көмегіңді етіп, сауаплық фондты да жүрітіп, кереккенге ярдам қолыңды созып тұрасың. Сау бол, Алла разы болсын. Мың кері біз де саға разымыз. Аяулы радио тыңлаушылар, сіз де сау болыңыз. Бүгін бізді тыңлағаныңызға аман тұрыңыз. Көріскенше күн яқшы.